Латын әліпбиіне қатысты облыстық тіл басқармасы жанынан құрылған түсіндіру тобы өз жұмысын жалғастырып жатыр. Бұл жолы комиссия мүшелері Көксу ауданының жұртшылығымен жүздесіп, жаңа графиканы кеңінен таныстырды. Жұмыс тобындағы қоғам белсенділері басты жетістік елбасының латын қарпіне көшу туралы жарлыққа қол қоюында деп санайды. Ал 300 нұсқаның ішінен таңдалып бекітілген апострофтарға негізделген жаңа әліпби әлі де қоғам талқысына түсіп өзгеруі мүмкін екенін айтты. Жалпы жаңа графика қазақ елі үшін таңсық емес. Қазақстандағы халықтың 40% латын қарпінде оқып жаза алады екен. Басқосуда жаңа әліпбиге қатысты тілші ғалымдардың жүргізген кешенді зерттеулері де айтылды. Аудан тұрғындары көкейде жүрген сауалдарын қойып, тұшымды жауап алды. Тек қана қазіргі бір айтылып атырған кішкене халықтың бір аздаған несі, алаңдаушылығы бұл апострофтың дәйекшенің көптігі. Бұл енді түзелмейтін дүние жоқ. Көш бірте-бірте түзеледі. Ол да орнына келеді деп ойлаймын. Неге өйткені қазір мемлекеттік комиссия құрылып жатыр.